Құрметті студенттер, бүгін баға белгілеу сабағының 3-ші дәрісіне қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз баға белгілеу механизмі, баға саясаты. Біз осыған дейін бағаның құрамы жайлы, баға ұғымы жайлы, бағадағы өндіріс шығындары, өзіндік құн жайлы оқығанбыз. Бүгін енді жалпы кәсіпорындарда бағаны қалай белгілейді, бағада қандай саясаттар қолданады, со жайлы айтамыз. Жалпы баға белгілеу механизмі дегеніміз кәсіпорындағы бағаны қалай қолданады. Бұл тауарлар мен қызметтердің бағаларын анықтау үрдісі, бағаны қалай анықтайды. Бұл механизм нарықтағы сұраныс пен ұсынысқа, өндірушілердің шығындарына, мемлекеттік реттеу және басқа да факторлар негізінде жүзеге асырылады. Баға белгілеудің түрлі әдістері бар. Ол әдістер келесі дәрістерде біз оған жеке-жеке тоқталамыз. Мысалы, шығындардың төменгі баға әдісі, шығындарға негізделген жоғарғы баға әдісі, жабық конверт әдісі, яғни әртүрлі нарық жағдайларында қолданылатын әдістерге тоқталып өтеміз. Баға белгілеу механизмдерінің негізгі элементтері 5 элементке тоқталайық. Біріншісі сұраныс пен ұсыныс, яғни нарықтағы баға деңгейі көбінесе сұраныс пен ұсыныстың арасындағы тепе-теңдікке байланысты қалыптасады. Бағаның қызметі бар, тепе-теңдік қызметі, яғни бұл жерде сұраныс пен ұсынысты тепе-теңдікте ұстап тұруымыз керек. Сұраныс жоғары болған сайын бағада жоғарылайды, ал ұсыныс көбейген сайын баға төмендеуі мүмкін. Екінші, шығындарға негізделген. Өндірушілердің баға белгілеу барысында өндіріс шығындарын ескеруі қажет. Яғни тауарға кеткен, өнімге кеткен әрбір өзіндік құнды анықтауымыз қажет. Бұл шығындар өнімнің өзіндік құнын анықтайды. Бағаны бекіту кезінде өндірушілер шығындардан жоғарғы баға қою арқылы пайда табуды көздейді. Яғни өзіндік құнға үстеме қосу арқылы біз не істейміз? Кәсіпорындардағы тауарлардың бағасын анықтаймыз. Үшінші, бұл нарықтағы бәсекелестер. Егер нарықта көп бәсекелестер болса, бағалар олардың арасындағы бәсекелестікке байланысты төмендеуі мүмкін. Яғни біркелкі тауар сапасына, санына байланысты көбірек болса, бәсекелестер көп болса, олар тауардың бағасы да төмен болуы мүмкін. Ал монополия, яғни бір ғана шығарушы, өндірушісі бар тауар, оның бағасы жоғары болуы мүмкін. Мемлекеттік реттеу. Баға саясаты мемлекет тарапынан міндетті түрде реттелуі қажет. Мысалы, үкімет не істейді? Инфляцияны болдырмауды, тұтынушылардың мүддесін қорғауды, немесе әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін бағаларды шектеуі мүмкін. Бесінші элемент бұл тұтынушылардың бағадан күткен тиімділігі. Яғни тұтынушылар жаңағы тауарды сатып алушылардан олар қандай тиімділікті күтеді. Тұтынушылар бағаны тауардың сапасы мен қажеттілігімен байланыстырады. Егер тауар тұтынушының қажеттіліктеріне толық қанағаттандырса, тұтынушылар сол бағаға көбірек ақы төлеуге дайын болуы мүмкін. Ол тауардың сапасы мен бағасы бір-біріне сәйкес келсе деген мағынаны білдіреді. Баға саясаты. Кәсіпорындарда ең бір күрделі саясат бұл еңбек саясаты мен баға саясаты. Еңбек саясатын кәсіпорындағы басшылар құрастырса, баға саясатын мемлекет пен өндіруші бірігіп, бірлесіп, реттеп құрастыруы, саясатты жүргізуі қажет. Бұл компанияның өз өнімдеріне немесе қызметтеріне баға қою, оны реттеу және басқару стратегиялары. Басқару стратегиялары дегеніміз болашақта осы тауардың өтімділігін ары қарай жылжуын кәсіпорын не істейді? Мақсат етіп қояды. Баға саясаты компанияның нарықта қалай орын алатынын, оның бәсекеге қабілеттілігін, пайда алуын анықтауы тиіс. Баға саясатының түрлері бірнеше топтарға бөлінеді. Бірінші, жоғарғы баға саясаты. Яғни өнімнің бағасы жоғары болады, себебі ол
бір ғана дана немесе жоғарғы сапалы болып саналады. Мұндай баға саясаты жоғарғы баға тапқысы келетін кәсіпорындарға тиімді болып келеді. Төменгі баға саясаты, яғни өнімнің бағасы бастапқы кезеңде төмен болады, нарыққа ену үшін және бәсекелестерді артта қалдыру үшін қолданылуы мүмкін. Яғни нарықтағы өз орнын білдіру үшін. Бұл тәсіл көбінесе жаңа өнімдерге немесе қызметтер үшін қолданылады. Үшінші, баға дисконттары. Дисконт дегеніміз не? Олардың жаңағы арнайы ұсыныстары, үстемелерін айтуымыз керек. Тұтынушыларға уақытша жеңілдіктер, арнайы ұсыныстар ұсыну арқылы бағаны төмендету. Яғни баға жеңілдіктері. Бұл әдіс көбінесе сату көлемін арттыру мақсатында қолданылады. Психологиялық баға белгілеу. Психологиялық дегеніміз, мен ылғи студенттерге жалпы айтам. Бұл психологиялық дегеніміз ылғи әр өз қалаларында тұратын баннерлардағы 3990 теңгені. Оны сіздердің миларыңыз ешқашан 4000 теңге деп қабылдаймайды, 3000 теңге деп. Яғни бұл психологиялық баға белгілеу саясатының бір түрі. Бағаны тұтынушы психологиясына сәйкес белгілеу тауарды арзандырақ болып көрінуін айтамыз. Динамикалық баға белгілеу. Динамика дегеніміз не? Яғни бағаның өзгеріп отыруы. Баға өзгермелі болады. Оны нарық сұранысын өзгеруіне байланысты реттеп отыру. Соңғы алтыншы, бұл кешенді баға белгілеу. Кешенді дегеніміз жалпы барлық салаларды біріктіріп, бір баға саясатын ұстануы. Бірнеше өнімді немесе бірнеше қызметті топтап сатуды ұсыну. Бұл әдіс тұтынушыларға арзан көрінуі мүмкін, өйткені олар жаңа өнімдерге қарағанда топтаманы төмен бағамен сатып алады. Жалпы бүгінгі тақырыптан түйгендеріңіз бағаның болашақтағы стратегиялары кәсіпорындағы, яғни тәжірибелік сабақта мысалдар келтіре отырып сабақты пысықтаймыз. Назарларыңызға рахмет.